Сәлеметсіздер ме, тіл үйренушілер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тәуелдік жалғау, притяжательное окончание. Заттың біреуге тән екендігін білдіретін қосымшаларды тәуелдік жалғаулар дейміз. Тәуелдік жалғау бір заттың екінші бір затқа тәуелді меншігі екендігін білдіреді. В казахском языке притяжательная форма существительных показывает принадлежность предмета. Тәуелдік жалғау, притяжательное окончание, указывает на принадлежность предмета или явления к первому, второму и третьему лицу и предмету. Жекеше түрі, единственное число. Жекеше түрінде бірінші шақта менің, мой, моя, мое. Окончание. Проявляется окончание Сенің, твой, твоя, твое. Окончание Уважительная форма сіздің, ваш, ваша, ваше. Окончание ыңыз, іңіз. Үшінші шақ оның, его, ее. Окончание Енді мысалдарға кезек берейік. После гласных звуков проявляется окончание ыңыз, с. Например, менің қалам, мой город. Сенің қалаң, твой город. Сіздің қалаңыз, уважительная форма, ваш город. Оның қаласы, его, ее город. Слово қала, твердое слово, добавляется твердое окончание ыңыз, с. Здесь ыңыз, первый вариант и с. Қалаңыз, қаласы. Менің анам. Бұл да жуан сөз, твердое слово. Моя мама. Сенің анаң. Сіздің анаңыз, оның анасы. Бұл да тура осы қала деген сөз сияқты. Келесі үшінші сөзге кезек берейік. Назар аударайық. Менің көшем. Моя улица. Көше бұл жіңішке сөз екен. Мягкое слово. Сенің көшең. Сіздің көшеңіз. Здесь прибавляется окончание іңіз. Второй вариант. Потому что это мягкое слово. Көше. Көшеңіз. Көшесі. Оның көшесі. Его, ее улица. Көшесі. Жақсы. После согласных звуков прибавляется окончание ыңыз, Например, менің елім, моя страна. Сенің елің, твоя страна. Сіздің еліңіз, уважительная форма, ваша страна. Оның елі, его, ее страна. Ел деген сөз, бұл жіңішке сөз, мягкое слово. После согласной проявляется окончание іңіз, Менің үйім, мой дом. Сенің үйің, сіздің үйіңіз, оның үйі. Бұл да сол сияқты. То же самое. Менің кітабым. Твердое слово. Моя книга. Сенің кітабың. Проявляется окончание ыңыз. Значит, добавляем твердый вариант ыңыз. Сіздің кітабыңыз, ваша книга. Оның кітабы, его, ее книга. Яғни елім, үйім деген сөздер жіңішке сөз. Кітабым деген сөз, кітап деген сөз жуан, оған жуан түрін жалғадық. Енді еске сақтап алатын бір ерекшелік бар. Не забывайте, что при добавлении притяжательных окончаний буквы К, Х, П в конце слова переходит в звонкие Г, Г, Б. Мысалы, например, Қ дыбысы Г дыбысына айналады екен. Сабақ, урок, сабағым, мой урок. Қ меняется на Г при добавлении притяжательных окончаний. Қасық, қасығым. Бұл жерде К дыбысы Г дыбысына айналған. Күнделік, күнделігім. К, мына жерде Г дыбысы. Когда прибавляется окончание М, К меняется на Г. Есік, есігім. П дыбысы Б дыбысына айналған екен. Мектеп, мектебім. П, Б. Кітап, кітабым. Яғни біз бұл жерде осы ерекшелікті еске сақтап алуымыз қажет.
Х дыбысы Г дыбысы айналады, К дыбысы Г-ге, П Б-ға айналады екен. Көпше түріне кезек берейік. Көпше түр бірінші шақта біздің наш, наша, наша. Окончание ымыз, іміз, мыз, міз. Екінші шақта второе лицо сендердің ваш, ваша, ваши. Окончание ың, ың. Уважительная форма сіздердің ваш, ваша, ваши. Ыңыз, іңіз, ыңыз, іңіз. Олардың их. Окончание ы. Например, после гласных звуков мыз, міз, ың, ің, ыңыз, іңіз, ы. Біз оны айтып кеткен болатынбыз. Мысалы, біздің қаламыз, наш город, сендердің қалаларың, сіздердің қалаларыңыз, олардың қалалары. Мына жерде жаңағы лар, лер дегеніміз көптік жалғауы дегенбіз. Көптік жалғауы. Анамыз, бұл мысалы тура сондай, аналарың, аналарыңыз, аналары жуан сөз, твердое слово. Ал көшеміз деген сөзге қарайық. Біздің көшеміз, наша улица, мягкое слово, көше. Көшелерің. Здесь проявляется мягкое окончание ың. Значит, второй вариант. Көшелерің, көшелеріңіз, көшелері. После согласных звуков ымыз, іміз, ың, ің, ыңыз, іңіз, ы. Например, біздің еліміз, наша страна, сендердің елдерің, ваша страна, сіздердің елдеріңіз, олардың елдері. Ел деген жіңішке сөз. Мягкое слово үйіміз, үйлерің, үйлеріңіз, үйлері. Еліміз де, үйіміз де жіңішке сөз екен. Және ел. Основа ол согласный звук. Добавляется окончание іміз. Үйіміз то же самое. Үйлерің, үйлері. Твердое слово. Здесь біздің кітабымыз, наша книга. Сендердің кітаптарың, кітаптарыңыз, кітаптары. Проявляется твердое окончание ың, ыңыз, құрметті тіл үйренушілер, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Кестеге қайтадан назар салып, қарап шығуды ұсынамын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.